Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің білімге бағдарламама қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын арнаға жазылып, міндетті түрде қоңыраушаны баса кетіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. 14-ші сабақ біздің жобамыз. Фонетика әлеміне саяхат. Фонетика сөзі грек тілінен алынған. Қазақша дыбыстық, дауыстық деген мағынаны білдіреді. Фонетика тілдің дыбыстық жағын зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың жасалу жолдары мен естілігін қарастырады. Ертегіні оқу барысында жақша ішіндегі тапсырмаларды қимылды қосып орындап көр. Дыбыстар патшалығы. Әлдебір патшалықта немесе мемлекетте емес, тура сенің аузыңның ішіне дыбыстар тұрып жатыр. Ал олардың үйі қандай әдемі. Аузыңды аш, және көрінді. Үйдің төбесі бар. Бұл үйдің едені, тілдің асты, есігі ерін, есік бекем болу үшін қойылған сүйек шарбақтар да бар. Ол сенің тістерің. Үйдің ішіне бір айдаһар кіріп кетпегенде бәрі жақсы болар ма еді? Қайтер еді? Тіліңнің ұшын қимылдат. Айдаһар кейбір дыбыстарды емін-еркін өткізіп жібереді. Мысалы, а, о дыбыстары ерінен, яғни есіктен еркін шығып жатады. Олардың үстіне киіп алған қызыл көйлектері бар. Ал басқа дыбыстардың жолына айдаһар түрлі кедергілер жасап, есікті жауып қояды. Ол т дыбысын төбеге жасырып қояды. Айдаһар дыбыстарды біресе пырылдауға п, біресе ысқыруға с, біресе қырылдауға қ мәжбүр етеді. Біресе итше ырылдайды. Р. Дауыстап көр. Көзің жетті ме? Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмайды. Сондықтан да олар үстеріне көк көйлек киіп алған. Дауыссыз дыбыстар көк түспен берілетін, сондықтан ол сендерге бірінші сыныптан бері белгілі. Дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы ертегі немесе жағдаяттық тапсырма құрастырып көр. Мынандай ертегі жазып көрейік. Ертеде бір шаһарда дауысты және дауыссыз дыбыстар өмір сүріпті. Алайда дауыссыз дыбыстар ауқатты бай тұрады екен, ал дауыссыз дыбыстар керісінше өте наша тұрған екен. Сондай-ақ оларға дауысты дыбыстар үнемі үстемдік жасайды екен. Езгіден шаршаған дауыссыз дыбыстар әділдік сұрап әліпби деген патшаға барыпты. Патша дауыссыз дыбыстардың уәжін ести келе мынадай шешім шығарады. Шаһардың шетінде дыбыс үндестігі деген үңгір бар. Осы уақытқа дейін ол үңгірдің есігін ешкім аша алмаған емес. Кім сол үңгірдің есігін ашса, сол дыбыстарға алтын беремін дейді. Бұны естіген дыбыстар бірден үңгірге қарай бет алады. Барлығы жеке-жеке үңгір есігін ашпаққа тырысады. Қалай әурелесе де есік ашылмайды. Сол кезде д әрпі. Бұл тірлігімізден ештеңе шықпайды. Қанекей барлығымыз бірлесе ашайық, сонда ғана нәтиже болады дейді. Д әрпі айтқандай, бәрі бірлесе ашқанда ғана үңгір есік айқара ашылып, дыбыстар тапсырманы орындағандарына мәз-мейрам болады. Дыбыстар біріккенде ғана нәтиже шығатынын түсініп, сол күннен бастап дауысты және дауыссыз дыбыстар үнемі бірге жүріп, татулықта өмір сүрген екен. Келесі, зерттеу жүргіз. Әдебиеттік оқу кітабынан кез келген өлеңді ашып оқы. Өлеңде буын үндестігіне бағынбайтын сөздер кездесе ме, анықта. Өлеңнен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі бар сөздерді тап, олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Өлеңнен сөздердің арасындағы дыбыс үндестігін тауып көр. Құрастырған ертегіңді немесе жағдаяттық тапсырманы сынып алдында қорғауға дайындал. Дыбыс үндестігі мен буын үндестігі бойынша жүргізген зерттеуіңді қорыт. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне, екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге, сөз күйресе күйгені, көңіл мен тіл көркіңде. Құрметті оқушылар, осындай әдебиеттік оқудан бір өлеңді алып, төмендегідей талдау жасаймыз. Бұл өлең осы қазақ тілі кітабынан алынды, ал сіздер әдебиеттік оқудан аласыздар. Өлеңде буын үндестігіне бағынбайтын сөз кездеспейді. Ал айтылу басқаша, жазылу мен айтылуында айырмашылығы бар сөздер тірі адам. Айтқан кезде тірі адам болып оқылады. Сөз айтылғанда сөз болып оқылады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.